Сәлем балақай, менің арнама қош келдің. Бұл арна арқылы сен өзіңді жан-жақты дамыта аласың және білім аласың. Сол себепті менің арнама тіркеліп, видеоға лайк басып кет. Балақай, есіңде болсын, экран алдында тәулігіне 1 сағаттан артық отыруға болмайды. Сол себепті дәл қазір сағатқа қарап, 1 сағаттан кейін экранды өшір. Және де сол 1 сағатыңды пайдалы видеоларды көруге жұмса. Зиянды видеоларды көруден аулақ бол балақай. Жарай ма? Олай болса, бірге тілімізді жаттықтырайық. Ендеше даусыңды шығарып, менен кейін қайтала. Жарқанат. Жарқанат. Балалар, жарқанаттар түнде ұшатын құстар. Олардың түрлері басқа құстарға қарағанда ерекше әрі қорқынышты болады. Келесі жануар тұмсығында мүйізі бар, мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсық. Балалар, мүйіз тұмсықтарды күштері көп болады екен. Келесі жануар мамонт. Мамонт. Балалар, қазір мамонттар тіршілік етпейді. Олар бұрынғы замандарда жойылып кеткен жануарлар. Келесі жануар кенгуру. Балақай, даусыңды шығарып қайтала. Кенгуру. Динозавр. Динозавр. Балалар, динозаврлар да дәл мамонттар сияқты бұрынғы заманда жойылып кеткен. Келесі жәндік өте баяу қозғалатын ұлу. Қане қайталаймыз? Ұлу. Ұлу. Күнбағыс. Күнбағыс. Балалар, күнбағыстар күнге қарап өседі екен. Күн қайда болса, күнбағыстар сонда қарап тұрады екен. Келесі кактус. Кактус. Келесі вирус. Вирус. Балалар, әрқашанда тазалық сақтап жүріңдер. Сол кезде түрлі вирустар мен зиянды бактериялардан аман боласыңдар. Келесі бидай. Бидай. Балалар, бидайдан ұн жасалады екен. Ал ұннан біз күнделікті жеп жүрген түрлі тағамдар мен тәттілерді жасауға болады екен. Келесі жәндік қанқыз. Қанқыз. Келесі жәндік өте еңбекқор екен балалар. Бұл жәндіктің аты құмырсқа. Қайталаймыз. Құмырсқа. Жарайсыңдар балалар. Біз құмырсқадан еңбекқор болуды және пысық болуды үйренуіміз керек. Себебі олар жаз бойы тынбай еңбек етіп, қысқа азық жинайды екен. Келесі айдаһар. Айдаһар. Жарайсыңдар балалар. Келесі тоты құс. Тоты құс. Балалар, тоты құстардың қауырсындары түрлі түсті болады екен. Яғни қызыл, сары, жасыл, көк, ақ түсті түрлі түстерде болады екен. Келесі іс. Іс. Балалар, мына ізге қараңдаршы. Бұл ненің ісі болуы мүмкін? Келесі кесіртке. Кесіртке. Келесі жануар тиін. Тиін. Балалар, сендер білесіңдер ме? Тиындар өздерінің ұясын қайда салады екен?
Әрине, жаңғақ ағаштарына салады, және де олар сол ағаштағы жаңғақтарды өз ұяларына тасиды екен. Келесі маймыл. Маймыл. Жарайсың, балақай. Келесі көкөніс картоп. Картоп. Балалар, біз картопты күнделікті тұтынамыз десек болады. Себебі оны көптеген тағамдарға қосып жасайды екен. Келесі жаңғақ. Жаңғақ. Саңырау құлақ. Саңырау құлақ. Келесі нан. Нан. Тұз. Тұз. Балалар, астың дәмін тұз келтіреді. Демек, тұз қосылмаған ешбір тамақ дәмді болмайды. Келесі пицца. Пицца. Сусын. Сусын. Балақай, біз сусынды шөлдеген кезде ішеді екенбіз. Яғни сусындар біздің шөлімізді қандыру үшін қажет екен. Келесі мұз. Мұз. Брокколи. Брокколи. Балалар, брокколи өте дәрумендерге толы көкөністерге жатады. Сарымсақ. Сарымсақ. Жұмыртқа. Жұмыртқа. Балалар, жұмыртқада да біздің ағзамызға қажетті заттар көп кездеседі екен. Сол себепті жұмыртқаны мөлшерімен жеген абзал. Келесі күлше. Күлше. Келесі сүт. Сүт. Таяқша. Таяқша. Балалар, бұл жерде неше таяқша көріп тұрмыз? 1, 2. Жарайсыңдар, балалар. Бұл жерде 2 таяқша бар екен. Келесі көліктің түрі трактор. Трактор. Сырғанақ. Сырғанақ. Келесі самокат. Самокат. Қол сағат. Қол сағат. Балалар, қол сағаттарды аты айтып тұрғандай, біз қолымызға тағады екенбіз, я? Сағаттардың көптеген түрлері болады екен. Бірін қабырғаға іліп қоюымызға болады, кейбіреулерін қолымызға тағады екенбіз, ал кейбіреулерін сөрелерге қойып қоюымызға болады екен. Келесі бағдаршам. Бағдаршам. Балалар, бағдаршам арқылы біз жол ережелерін сақтай алады екенбіз. Бағдаршамның 3 түрлі түсі болады екен. Қанеки балақай, бірге айтайықшы. Ең жоғарғыдағы түсі қызыл, ортадағы түс сары, ал ең төмендегі түс жасыл екен, балалар. Бұлардың әрқайсысының өзіндік мағынасы бар екен. Келесі аққала. Аққала. Балалар, біз аққаланы аппақ қардан жасайды екенбіз, Келесі от. От. Балалар, от өте қауіпті. Ол үлкен өрттің шығуына бастама болуы мүмкін. Сол себепті оттан және сіріңкеден аулақ болыңдар. Келесі компас.
компас. Келесі су көлігінің бір түрі қайық. Қайық. Балалар, қайықтар неліктен су көлігіне жатады деп ойлайсыңдар? Себебі қайықтар суда жүзеді екен балалар, біз қайықпен әуеге ұша алмайды екенбіз, және де құрлықта жүре алмайды екенбіз. Біз қайықпен тек қана суда ғана жүземіз. Сол себепті суда жүзетін көліктерді су көліктері деп атайды екенбіз. Келесі шырша. Шырша. Шар. Шар. Доп. Доп. Көзілдірік. Көзілдірік. Келесі радио. Радио. Қолшам. Қолшам. Келесі түйреуіш. Түйреуіш. Сөмке. Сөмке. Балалар, бұл сөмкенің түсі қандай екен? Қоңыр түсті сөмке екен, я? Келесі аяқ киім. Қане қайталаймыз. Аяқ киім. Жарайсыңдар балалар. Келесі дәрі. Дәрі. Балалар, дәрілерді ата-ананың рұқсатынсыз және үлкендердің рұқсатынсыз пайдалануға болмайды екен. Келесі қолқап. Қолқап. Балалар, біз қолқапты қыс мезгілінде қолымыз тоңбас үшін киеді екенбіз. Келесі аспаптың түрі гитара. Гитара. Барабан. Барабан. Кемпір қосақ. Кемпір қосақ. Торай. Торай. Жарайсыңдар балалар. Келесі жәндік шаян. Қайталаймыз. Шаян. Жарайсыңдар балалар. Келесі түйе. Түйе. Балалар, есімізге түсірейікші, түйенің төлін не деп атайды екенбіз? Біз бұны алдыңғы видеоларда айтқан болатынбыз. Қанеке есімізге түсірейік. Жарайсыңдар балалар, түйенің төлін ботақан деп айтады екенбіз. Келесі сақина. Сақина. Балалар, сақинаны қайда тағады? Дұрыс айтасыңдар. Сақинаны саусағымызға тағамыз. Келесі асыл тас. Асыл тас. Тәш. Тәш. Балалар, тәжді бұрынғы заманда патшалар киетін болған екен. Келесі балауыз. Балауыз. Қайшы. Қайшы. Балалар,
қайшы қауіпті заттарға жатады екен. Себебі ол өте үшкір және өткір болады. Сондықтан үлкендер ғана қайшымен жұмыс жасаған дұрыс. Балақай, қайшыдан басқа тағы да қандай қауіпті заттарды білесің? Біз оны да бұрынғы видеоларымызда айтқан болатынбыз. Балалар, қайшыдан басқа пышақ, ине, сіріңке және де дәрі-дәрмектер, сонымен қатар түрлі үшкір, өткір және ыстық заттар қауіпті заттарға жатады екен. Келесі магнит. Магнит. Жарайсыңдар балалар. Келесі телефон. Телефон. Келесі балалар, бұл қандай зат екен? Бұл барлығымыздың үйімізде бар дүние. Бұл зат әрине есік. Қане қайталаймыз. Есік. Жарайсыңдар балалар. Келесі ванна. Ванна. Келесі кілт. Қанеки даусымызды шығарамыз. Кілт. Жарайсыңдар балалар. Келесі үй. Үй. Велосипед. Велосипед. Балалар, мына жердегі велосипедтің түсі жасыл түс екен. Балақай, сенің велосипедің бар ма? Және оның түсі қандай? Келесі көліктің түрі автобус. Автобус. Балалар, біз бұрынғы видеоларымызда суда жүзетін, әуеде ұшатын және жерде жүретін көліктер туралы айтқан болатынбыз. Олай болса балақай, есіңе түсірші, автобус қай көлік түріне жатады? Әрине балақай, автобус жерде жүретін көлікке жатады екен. Сәлем балақай. Балақай, біз бүгін сандармен танысатын боламыз. Балалар, ендеше бәріміз бірге 10-ға дейін санап үйренейік. Олай болса балақай, менен кейін қайтала және көрген санды есіңде сақта. 1. Бір мандарин. 2. Құлпынай. Келесі сан 3. 3 лимон. 4 ананас. 5 банан. 6 манго. Келесі сан 7. 7 қауын. 8 сәбіз. 9 алма. 10 киви. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, бірге ойын ойнайық. Балалар, қазір мен сендерге сандарды көрсетем, ал сендер сол сандарды атауларың керек. Балақай, қане айта қойшы, бұл қандай сан? Әрине балақай, бұл 1 деген сан. Келесі балақай, бұл қандай сан? Әрине балақай, 2 саны.
Ал балақай, мұнда қарашы, бұл жерде неше құлпынай бар? 1, 2, 3. Жарайсың, бұл жерде 3 құлпынай бар екен. Келесі балақай, бұл жерде қанша қарбыз тілімі бар екен? Қанекей, бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4. Жарайсың, бұл жерде 4 қарбыз тілімі бар екен. Келесі балақай, бұл қандай сан? Қане есіңе түсірші. Жарайсың балақай, бұл 5 деген сан. Ал енді балақай, мұнда қанша жүгері бар екен? Бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жарайсың балақай, бұл жерде 6 жүгері бар екен. Және бұл 6 саны. Келесі балалар, бұл әрине 6-дан кейін 7 саны. Қане балақай, есіңе түсірші, бұл қандай сан? Әрине балақай, бұл 7-ден кейінгі 8 саны. Ал ендеше балалар, бұл жерде қанша кәмпит бар екен? Қане бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Астыңғы қатарда 6, 7, 8, 9. Қанша кәмпит бар екен? Әрине, 9 кәмпит бар екен. Балалар, енді мына суреттегі шиелерді санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жерде 10 шие бар екен. Сәлем балақай, біз бүгін әріптермен танысатын боламыз. Олай болса балақай, олармен бірге танысайық. Ендеше даусыңды шығарып, менен кейін қайтала. А, алма. Ә, әтеш. Б, балық. В, велосипед. Г, гүл. Ғ, ғарыш. Д, дәрі. Е, есік. Ж, жапырақ. З, зебра. И, ине. Қысқа и, йогурт. Балақай, саған йогурт жеген ұнай ма? Келесі әріп К, көбелек. Қ, қасық. Л, лақ. М, мысық. Н, нан. Ың, жаңғақ. Балалар, бізде ың әріпінен басталатын сөз жоқ екен. Сол себепті ың әріпі сөздердің тек ортасында немесе аяғында ғана жазылады екен. Келесі әріп О, ойыншық. Ө, өрік. П, піл. Р, ракета. С, саңырау құлақ. Т, тауық. У, уыз көже. Балақай, сен уыз көже ішіп көргенсің бе? Ішпеген болсаң, міндетті түрде ішіп көр. Келесі О, ұя. Ү, үкі. Ф, фильм. Х, хат. Х, айтахар. Балалар, ың дыбысы сияқты
Х дыбысынан басталатын сөздер жоқ екен. Сол себепті Х дыбысы да сөздің соңында немесе ортасында кездеседі екен. Келесі әріп Ц. Цирк. Ч. Чемодан. Ш. Шана. Щ. Щетка. Келесі жуандық белгісі ыдыс. Ірімшік. Келесі жіңішкелік белгісі электр. Ою. Яхта. Жарайсыңдар балалар. Сендер әріптермен таныстыңдар. Балалар, әріптерді білу өте маңызды. Сол себепті видеоны қайта көріп, жақсылап үйреніп алыңдар. Ендеше балалар, келесі видеоларда кездескенше. Арнаға тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп, видеоға лайк басып, мені қуантуды ұмытпаңдар.